Бұл не сұмдық Өзлем? Ол оңған сен аяқ астынан неге әкеп тастады? Аға. Өзлем, бірдеңе білдірдің бе? А? Аға, ештеңе де істемедім. Үстіме тоқала келді. Сол затынды қызғандың деп, осылай істеп отыр. Өзің де тоқал боп бардың. Сен кім? Ашулансам бәрін оқып қоям. Бір жақсы жерім сондайым жаман. Мүкі дейсің бе? Неге сон? Өзіңде тоқал боп бардың. Тоқал деш. Қырғызша ма? Тоқал. Тоқал. Ошондай болбойт. Өзіңде тоқал болып бардың. Неге тоқал дейсің? Давай, тоқал де. Өзіңде тоқал. Өзіңде тоқал болып бардың емес пе? Оны қызғанып нең бар еді? Өзі еркіммен бардым ба? Немене дейді? Соңғы серияда қуамыз деш. Өзі еркіммен бардым ба? Апам кендал берген ақшаны санап тұрғанда, көңілің бар ма деп сұрап едіңдер. Ол қандай ақша? А? Ол қайдағы ақша, қарағым? Айт, құлағым. Эфирде отырмын ғой мен. Не, мына кісі ғой. Құлақты жардым қой. Рахмет, сәлематсыздар ма? Айтқа ол болсын. Әй, мені қайттан бер. Ол қандай ақшадан? Ол қандай ақша? А? Ол қайдағы ақша, қарағым? Аға. Неменеге соншала сұрдым. Баламда адамша жоқтайдай алмадым. Жоқтайдай деш. Все уже қудық. Жоқта. Апым шәй отыр. Мынау келіп түсіріп жатыр. Шәй. Арамыздағы үлкеніміз осы. А, не дейді? Арамыздағы үлкеніміз осы. Бата беретін адам осы. Қырықтан кейін бүкіл ауру шығады екен деші. Давай. Адамша жоқтайды алмадым. Кеттік давай. Баламда адамша жоқтайды алмадым. Соны, игіріп кетті. Неменеге соншала сүрдім. Баламда адамша жоқтайды алмадым. Тым болмаса бір күнімді аза тұтып, тыныш өткізсем ғой Кентал. Маған мұны да көп көрдің бе? Давай. Мұны да көп көрдің бе? Бұдан бұлай, әркім аяғын аңдап басатын болсын. Арамызда әбден шектен шыққандар бар. Осыншама уақыттан соң Өзлемді төркініне апарып тастағаның қайсасқаның балам. Солай да бола ма? Ағаларының құтқарған еді. Құттырған. Сибали сатудыңыз. Соңғы серияда қуалы зексің, бар. Студияда ауа жоқ просто. Вот дегінің жетіспеушілігіне. Әй, болыңдар, мен кешігіп отырмын. Болыңдар, кеттік. Кеттік ағаларының құтырған итсе. Жете алмадыңдар ғой маған. Солай да бола ма?
Ағаларының құтырған ит сияқты екенін білмеуші ме едің? Япырсыты. Білейін, бір жас қыздар алу керек еді. Жас қыздардың тәттелерді оқи алмайды. Протездер жоқ бір. Өз тістерімен оқитын. Тағаның қайсы асқаның балам? Солайда бола ма? Солайда боламын алыптыш. Тағаның қайсы асқаның балам? Ағаларының құтырған ит сияқты екенін білмеуші ме едің? Соны. Аң дегенін қайта оқысын. Тастағаның қайсы асқаның балам? Ағаларының құтырған ит сияқты екенін білмеуші ме едің? Жақсы ғой апа, біздің таяғымыз өтпеді. Денсіздің жазасын күтінге олар берек. Таяғымыз өтпеді. Үй болдыршы. Жақсы ғой апа, біздің таяғымыз өтпеді. Денсіздің жазасын имансыз береді. Бұлан бұлай көрсін. Баран қайда? Бөлмесінде. Сыртқа аттап шықпады. Ештеңе ішіп жемеді, ешкіммен сөйлеспейді. Ой фырмай, қан сорпам шықты ғой. Барып үстін дауыстырайын да, Боранмен сөйлесіп көрейін. Жақсы. Қызды саттың ба? Аға. Қыздың басы. Сені ауыстыру керек. Давай кеттік. Ағадан кейін бері бер. Қызды саттың ба деймін қарағам. Мен намысымыз үшін түрмеде жатып шықсам, сендер мұнда қызды сатыпсыңдар. Енді менің бір ағамалым бар. Құдай біледі. Алдымен ана Кендал деген итті өлтірем. Ұқтың ба? Құдай жазамды берсін, содан соң келіп сені өлтірем. Естіп тұрсың ба? 126 бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2022 жыл. Ой, ассалаумағалейкумдер. Соңғы бөлімде қуамыз өстіп. Тұлбарыңыз құтты болсын, игілігіңізге мініңіз дейді. Рахмет, Алла разы болсын. Так. 5 серияның шашын қайтып жатық. Енді кеттік. Кеттік па, Мұрка? Иә. Біздің дыбыс жазу. Так, күніне негізі 6-7 үлгереміз, бірақ бүгін 5 серия дайын болды, соны оқыдық. Ал жақсы, аман сау болыңыздар, айттарыңыз қабыл болсын.